Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге өте тойымды, керемет, барлықтарыңызға белгілі, яғни пачуба салатын ұсынғым келеді. Байқасаңыздар, бұл салатты мен тауық етіне жасаймын. Себебі балық жақсы көрмейтін, балық ұнатпайтын, балықты жей алмайтын, бірақ бұл салатты жақсы көретін жандарға арнап түсірдім. Барлығын біз асып пісіріп аламыз. Қызылша, картоп, сәбіз, жұмыртқа және тауық етін пісіріп дайындап, осылай үккіштен өткізіп аламыз. Өзімізге ыңғайлы етіп, осындай үлкен кесеге дайындаймын, яғни сапар кесеге, және де осылай араларына міндетті түрде майонез жағып тұрамыз. Асқан кезде мен тұз салдым, сол себепті араларына тұз сеппеймін. Шымшым тұз сепсеңіздер де болады. Бізде салат дайын болып қалды. Ең соңынан туралған тауық етін саламыз. Бұл салатты барлығы жақсы көреді, және де өте тойымды, дастархан сәнін келтіретін әдемі салаттардың бірі. Мінекей, осылай барлығын дайындап аламыз. Енді осындай өзіңіздің кез келген ыңғайлы ыдысыңызға төңкеріп аламыз. Мінекей, дәл осындай әдемі болып шығады. Және жұмыртқамыздың сары уызын осылай үстіне сеуіп әсемдесеңіз де болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фариза. Өз ойларыңызбен бөлісіп, менің бұдан да басқа видеоларымды көрсеңіздер болады. Балық жақсы көрмейтін жандарға жіберуді ұмытпаңыз.